Жүріңдер жігіттер, мен сендерге деген дерсік нәрсе көрсетем. Қандай нәрсе деп сұрасаңдар сендер бірінші. Ема, ол не нәрсе тағы, Франклин? Ол деген, ақылға сыймайтын нәрсе ғой. Сендер не қалайсыңдар? Соның барлықтарын сендерге алып беремін десем, сендер сенесіңдер ма? Франклин, сен не айтып тұрғанын білесің ба өзің? Иә, жақсы білем. Сендер деген не қалайсыңдар? Соның барлығын мен сендерге алып бере аламын. Бірақ деген достар, бір шартым бар достар. Сендер тек бір-ақ рет зат заказ бере аласыңдар. Заказ бере аласыңдар деп ғой, пиндол емес қой бұл деген. Сұрай аласыңдар достар. Мен деген өзімнің сурет дәптерім бар, сиқырлы сурет дәптеріме соны сызамын, сендерге деген алып беретін болам. Ал жігіттер, сендер дайынсыңдар ма? Франклин, дайынмыз ғой. Мен бірінші таңдаймын. Маған деген бір дәріскі машина керек. Болды, халық, сендерге барлықтарыңа зат алып беремін. Уайымдамаңдар. Бірақ деген бар ғой, тек бір-ақ рет таңдайсыңдар. Так что не керек екенін жақсылап ойланып алыңдар. Бірінші мен деген өзіме сызып алатын болам, содан кейін сендерге сызып беретін болам. Франклин, молодец, сен негізін білгем сен мықты екеніңді. Жігіттер, қойыңдар, олай не істемеңдер, сендер бар ғой. Так, олай болса мен деген өзімнің сурет дәптерімді алып келемін да, содан кейін сурет сызамын. Бірінші өзіме деген бір нормальный машинама сыздырып аламын да, содан кейін сендерге сызып беретін боламын. Давай ма жігіттер? Ал мен деген кеттім, олай болса өзім сурет дәптерімді алып келемін. Сендер осы жерде тұрыңдар, кірмеңдер. Қазір мен деген өзім сурет дәптеріме барайын да, сол жерден сызайын достар. Содан кейін барып не істейтін боламын достар. Өзіме бірінші бір көлік па, бір нәрсе. Сендерге келме дедім ғой, мен сендерге неғып көп тұрсыңдар, түсінсем бұйырмасын, а? Все, ладно, келе беріңдерші, олай болса. Давайте, олай болса мен деген сурет дәптерге сызайын, мына жақта столға отырып алып. Ал жігіттер, түсіністікпен қараңдар, мен деген енді суретті онша сыза алмаймын. Сондықтан қазір сызып көретін боламыз. Енді бірінші деген өзіме бірінші бір көлік па, бір нәрсе сызамау деймін мен деген. Так, все, болды, сызып болды мен деген. Бітірдім достар. Мә, саған жаңбыр жауып кетті ме не? Мә, саған жігіттер. Давай онда үйге кіріп істейік. Біз деген жаңбырдың астында су болып қаламыз ғой. Так, все, болды, бітіріп қалған сияқтымын. Енді өзімнің көлігім дайын болды деген ойдамын, олай болса. Ал жігіттер, бар көрейік. Ал сыртта деген өзім көлігім тұрған еді, қандай болатынын көрем. Все, болды, жігіттер, дайынсыңдар ма? Олай болса қазір көретін боламыз біз деген өзім көлігім қандай болғанын. Так. Не бар, не шығады екен ішінде? Супергерой, сен не істеп жүрсің? Су болып кетсің ғой сен деген. Ал жігіттер, жүріңдер, қазір мен гаражым ішінде сол көлік тұру керек. Көрейік шал. Мә, саған, ема, достар, базар жоқ. Мынау деген шынымен де мен сызған көлік қой, Ауди ма, бірақ базар жоқ. Ладно, спорткар деп сызғам. Сонда да мықты спорткар достар. Көрдіңдер ма? Супергеройлар, хоррор сыныптары, сол көрдіңдер ғой, мен деген сызған заттарым орнына келеді, айтқан кезде. Жүріңдер, енді мен сендерге сызып беретін болғам, үйге кіріп кеттік. Не, дала деген жаңбыр жоқ кетті ғой, аяқ асты деген. Мына саған үй деген жылы, кайф. Ал достар, олай болса дайындалыңдар. Мен сендерге деген қалаған заттарымды сызып берем. Халық, давайте, сен не қалайсың сен? Мен деген бір машина қалаймын. Бір джип машина болса вообще керемет болатын еді. Ал мен болсам бір мотоцикл қалаймын. Мен мотоциклым жоқ. Ал мен болсам бір нормальный бір ал барлықтар көлік сұрап жатыр. Енді маған болса үй сұраймын мен деген қаланың қақ ортасынан. Ал мен болсам бір нормальный бір үйленетін қыз керек маған деген. Мен қыз сұраймын олай болса. Фу, достар, мынау деген жарат демені кішкентай бала үйленетін қыз керек дейді, базар жоқ. Мынау деген таза қуа деген ғой. Онда маған да бір қыз керек. Жігіттер, қойыңдар, ондайларында болмайды ғой, ондай деген. Маған деген бір самолет керек, олай болса мен самолет керек деп жүргенім өзіме ше. Маған болса бір қасыма бір қорқынышты бір кейіпкер болса зор болатын еді. Жалғыз өзім жүріп ішім түсіп кетті просто. Болды, жігіттер, олай болса сендер лайк басыңдар, арнаға тіркеліңдер, содан кейін барып мен сендерге істеп беретін боламын. Болды, тіркеліп тұрға біздің подписчиктер деген каналыңа. Все, олай болса деген жігіттер, давайте бастайық біз деген сурет сызып. Олай болса мен деген өзімнің заказымды барып көрейін енді. Қандай көлік келген екен, маған қызық болып тұр бар ғой. Сен міндетсің бар емес па? Так. Ойбай. Гараж ашылмай ма? Міне гараж ашылды. Мә, саған, мынау деген, дескі көлік қой мынау деген. Отырып алайын ішіне деген. Ойбай. Мынау деген зор, мынау машина деген. Айдап көрейікші енді. Мә, саған мынау деген үлкен көлік қой шынымен де. Базар жоқ, ұнады маған мына көлік деген. Кеттім онда мен деген үйіме барып қайтайын енді. Ал жігіттер, мінекей болды. Енді сендердің заттарыңды сызып берейін. Олай болса, давайте екі қыз сызайын, екеуіңе бірдей қыздар. Кетесіңдер екеуің деген, бүгін деген. Давайте олай болса сызып берейін мен деген. Чайлд, молодец, сен деген өте керемет таңдау жасадық. Екеуміз бар ғой, жүр кеттік барып. Өзіміздің заказымызды көріп келдік. Енді бізге қандай заказ түскен. Ойбай, заказ дей бердім ғой мен деген. Так, көрейік ал. Ал гаражды ашайық, олай болса. Кел, Чайлд, бірге көреміз екеуміз. Давай бол. Ал Чайлд, дайынсың ба? Олай болса кеттік ал. Мә, саған. Ұялып тұрмай мен деген, баруға ұялып тұрмай, Чайлд өзің бара берші. Онда мынау
мына қызға мен үйленемін, олай болса сен ана қызға үйленемін. Ұялып тұрме мен деген бекар таңдадық ау дейме біз деген ұялатын несі бар, екеуміз деген енді үйленеміз ғой, бажа боламыз енді. Шынымен де екеуі бір-біріне ұқса деген мықты. Олай болса нормально, біздің заказға ырзамын мен деген. Молодец. Ал олай болса енді өзімнің заказымды көріп қайтайын барып. Мен деген үй сұрадым ғой айтпақшы. Менің үйім деген қай жерде екен? Маған соны іздестіру керек сияқты. Мен деген барып онда үйімді іздестірейін барып. Кеттім ал. Ал енді сен үшеуің қалдыңдар ғой, үшеуің точно басқа сыйлық таңдамайсыңдар ма әйтеуір? Точно сол бағанағы сыйлықтарың ғой, Жоқ, маған деген ұшақ керек, ұшақ. Маған онда вертолет керек. Маған деген бір хоррор адам керек, басқа ешкім керек емес. Все, олай болса давайте мен сызайын енді барып. Так, олай болса кеттім мен деген барып өзім заказымды көріп қайтайын, достар. Мына Франклиннің үйі деген жын деген ғой, базар жақ. Так, барып көріп қайтайыншы енді. Мен қасыма бір хоррор керек деп едім. Мәссаған, темір адам, сендер не істеп тұрсыңдар, Ойбай, қойыңдар, жігіттер, сендер не заказ бергенсіңдер, молодец сонда да. Фредди, қалайсың, родной, екеуміз деген енді бірге қорқытатын боламыз, мыналарды бірге қорқытайық, мәсаған. Достар, көрдіңдер ма? Мен деген қасыма Фредди шақырып алғансың ғой, Фредди саған. Слендермен, сен басың істейма, біздің заказдарды сен деген құрттың ғой, мәсаған, Слендермен десем, бас істемей ма, біздің қыздарды деген өлтіріп тастады ғой, мыналар, достар. Ойбай, қашыңдар, жолдан. Не істейміз енді, темір адам, бір бәле айтшы, сен деген отыра берме. Ойбай, атпа. Болды, темір адам, қойдым саған, мәсаған, берге, төбелес болып кеттім ма, өлмекші адам. Ал енді өзім заказым көріп қайтайын, тікішік қалап едім, тікішікқа отырып көрмеген ғой, себебі деген, тікішік, ойбай, мәсаған, қандай дәу тікішік мынау. Ойбай, нақ шөптерді ұстап, өрмеле, ойбай. Так, ал енді өзім ұшағыма отырайын енді. Не болса да қызық болып тұр, маған деген бар ғой, мынау деген страшный дәуір шықпай, базар жақ, акула емес па мынау деген, ал кән ұшамыз, достар. Ал көтерілдік аспанға деген, ойбай, мынау деген зор екен, достар. Саған қараңдар, ұшақ айдап барадым мен деген, тікішақ айдап барадым. Вау, достар, керемет сезім мынау деген, базар жоқ. Ой болса супер адам, сенің деген кезегің келді. Олай болса давай, сен деген барып өзің заказыңды ала бер, сызып қойдым мен деген. Олай болса рахмет Франклин, мен деген барып көрейін өзім заказымды. Қандай заказ келді екен маған деген. Ал кән отырып, так жоғары қарай шығайын енді. Опа, все, саған мынау деген өте керемет самолет қой. Саған базар жоқ, кеттім. Ал олай болса мен деген ұшып кетейін енді. Болды, осымен деген енді барлықтары кеткен шығар өзінің орындарымен, достар. Мен деген сурет сызып шаршап кеттім енді бар ғой. Так, көріп қояйықшы енді жігіттер не істеп жатыр екен. Чайлық, не істеп тұрсың бұл жерде, бауырым, түсінбедім сені. Так, не болып жатыр, темір адам өліп жатыр ғой мына жерде деген, саған не деген қыздар деген чайлер өліп жатыр ғой, саған не болып қалды екен бұлардың бәріне, түсінсем үйірмасын. Енді бұларға жақсылық жасасаң осы ғой, достар. Кеттім мен деген, қой құрсын, қайтайын.